Қайырлы күн, есімім Гүлдана Жанәліқызы, дәрігер. Ұзақ уақыт жөтелді қалай емдейміз? Жөтел дегеніміз не? Жөтел дегеніміз бұл организмнің қорғаныш реакциясы. Яғни вирус болсын, бактерия болсын, саңырау құлақтар болсын, болмаса бөгде зат организмге түскенде, оны қорғану үшін организм жөтеліп, сол инфекцияны сыртқа шығарады. Яғни бұл жөтел кезде біз не істеуіміз керек? Жөтел кезінде жиі жылы су ішу керек, және де оның себебін анықтауымыз керек. Егер де сіздің жөтеліңіз 5 күннен асып кетіп жатқан болса, ең бірінші сіздің үйде тұратын, жаныңыздағы тұратын жерде, яғни бала болса, бөлмеңізде не бар, соған қарайсыз, оның ылғалдылығына қарайсыз. Үйдің іші өте ыстық па, соған қарайсыз. Ыстық болса, ылғалдандырғыш қосамыз, және де желдеткіштерді жөндейміз. Және де бала жанында жұмсақ ойыншықтар бар ма? Кейбір кездерде жұмсақ ойыншықтар шаңдарды өзіне жинап, кейбір балаларда шаң тозаңға аллергия болады. Соның әсерінен түнде ұзақ жөтелуі мүмкін бала. Кейбір ата-аналар айтады, менің балам тек қана түнде жөтеледі деп. Сол үшін шаңды жұтатын, өзіне сорып алатын заттарды бөлмесінен шығарамыз. Екінші бір себебі, жаңағы баланың жамылатын көрпесіне мән береміз. Егер де баланың көрпесі шаң тозатын, шаңдарды өзіне жұтатын, жұмсақ болатын болса, оны да ауыстырамыз. Яғни тықыр түріндегі ХБ деп айтамыз, сондай жамылғышқа көшетін боламыз. Егер де балада сізде шаң жоқ, ылғалдылығы жақсы дейтін болсаңыз, онда сіз дәрігерге барып қараласыз да баланың өкпесін тыңдатасыз. Егер де баланың өкпесінде қандайда бір сырылдар болатын болса, онда баланы рентген зерттеу әдістеріне, болмаса жалпы қан анализінің зерттеу әдістеріне тексересіздер. Бұл кезде жалпы қан анализінде біз көп жағдайда вирус па, бактерия ма, соны ғана анықтаймыз. Тіпті бөлек микоплазмаларға, яғни грибоктарға, саңырау құлақтарға тапсырсаңыздар болады. Егер де вирус, бактерия болатын болса, вирусқа қарсы емдер, бактерия болса, бактерияға қарсы ем, саңырау құлақтар болса, саңырау құлақтарға қарсы ем қолданып жатады. Кейбір кездерде бұл анализ тапсырсаңызда, балаңызда барлығы дұрыс, бірақ жөтел әлі де сақтала беретін болса, бұл мына асқазаннан шығып жатқан жөтел болады. Кейбір кездерде бізде асқазанның сфинктері дұрыс жұмыс істемеу нәтижесінде бұл асқазандағы жаңағы сұйықтық жоғарғы қарай өрлеп, жаңағы приступообразный дейді ғой, шашалып жаңағы жөтел шақыру мүмкін. Сол үшін гастроэнтеролог деген маманға барып, асқазан жолдарының ауруларын бірінші жоққа шығару керек. Және де анализ тапсыру кезінде иммуноглобулин Е деген анализге тапсырамыз. Бұл аллергеннің бар жоқ екенін анықтайтын зерттеу әдісі болып табылады. Және де әрбір жөтел сайын бірінші кезекте жылы су ішу керек. Қазіргі уақытта балалар арасында коклюш деген ауру жиі тарап жатыр. Бұл коклюшпен ауырған балалар 6 айға дейін жөтел созылады. Сол үшін бірінші анализ тапсырасыздар, одан кейін барып соған байланысты ем жүргізіледі. Ауырмаймыз, сұрақ болса жазамыз.